Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сушидің рецептісімен бөлісіп отырмын. Бір жасағаннан өте дәмді шығады. Алдымен маған осылай жасаған ұнайды. Күрішті алдымен ыстық суымызды қайнатамыз сковородкада обязательно. Одан кейін сұйық майымызды және тұзымызды салып, осылай бетін жауып, 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Тауықтың төс еттерін осылай тұздап, қуырып аламыз. Осымен тауықтарымыз дайын. Мен осындай корейский панировочный сухари қолданамын. Өте дәмді. Нориларымызды дайындап аламыз. Күрішімізді суығаннан кейін осылай жайып шығамыз. Нориліміздің ортасына дейін толықтай жаймаймыз. Ол кезде сушиларымыз үлкен болып кетеді. Менің YouTube каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып және подписка жасап кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттармен бөлісіп отырамын. Осылай творожный сырымызды домалақ етіп жағып шығамыз. Қияр саламыз және тауықтың төс етін саламыз. Өзіміздің осындай сушиді қысатын затымыз болады. Магазиндерде сатады. Осындай алып қойсаңыздар, бір алсаңыздар ұзаққа шыдайды. Осылай қысып шығамыз. Шетінде осылай істеп аламыз. Осымен сушиларымыз дайын. Сыртын қуырмай жесеңіздер де өте дәмді. Маған сыртын қуырып, теплый қылып жасаған өте ұнайды. Кляр менде ұнмен және суға араласқан. Осылай кляр жасап аламын. Осылай айналдырамыз бірінші сушиларымыздың сыртын. Панировочный сухаримызға осылай аунатып алып, осымен қуырамыз. Бір минуттан тез қуырылып шығады, қызарса болды. Осымен өте дәмді сушиларымыз дайын. Қонақтарға да қоя берсеңіздер болады. Бірінші жасап көрсеңізде өте жақсы шығады. Осылай өте дәмді, қонақтарға да ұсынсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай видеодан да көрініп тұр. Өте аппетитный, өте дәмді. Мен өте 7-8 палочка жасадым. Бір отырғанда бәрін жеп тастады. Ас болсын, сіздермен болған Гүлдана.